Өзбекстан автомагистрал жоллары бүгін жаңа рауажланулар басқышында. Бұлай деуіміздің себебі соңғы жылдар давамында республикамыз аймақтарындағы ішкі жоллар, әсіресе қала һәм районлар аралық магистрал жолларды оңлау, реконструкция жұмысларын алып баруға айрықша бар қаратылған. Бүгінгі күнде әйне ұсындай ірі реконструкция жұмысларының бірі Нөкіс қаласының орайлық һәм арқа шығыс районлары менен байланыстырып тұрушы Д-232 Нөкіс Қожелі автомобиль жолларында алып барылмақта. Осы орнынан таярланған репортаж менен бағдарламамызды давам еттіреміз. Біз қазір Д-232 Нөкіс Қожелі автомобиль жолындамыз. Хабарыңыз бар, бұл жолдың алдыңғы жағдайы дерлік жарамсыз ахуалға келіп қалған еді. Қазіргі уақытта бұл орында ірі реконструкция жұмыстары алып барылмақта. Сондай-ақ бұл жолдың алдыңғы жағдайына қарағанда енді кейген. Қазіргі уақытта бұл жолдың ені 22 метрді құрайды. Тикарынан Нөкіс қаласы менен Қожелі районын бір-бірімен байланыстырушы Д-232 автомобиль жолының ұлыма ұзындығы 11 километрді құрайды. Бүгінгі күнде бұл жолдың 6-11 километр аралығына қара қапламалы асфальт төсеу жұмыстары нәтижелі алып барылмақта. Ақмет етілсе, бұл орында құрылыс жұмыстары шумақланғаннан соң автомобиль жолдың ені 2 есеге, яғни 16 метрден 22 метрге кеңейіп, автотранспортлардың өткізушілік қабілеті артады. Соңғы жылдарда республикамызда автомобиль жолдарды құру, оңлау, яғни асфальтлау жұмсалып жатыр. Қазіргі күнде міне құрметті президентіміз тарапынан 2024 жылы 25 декабрьда 454 қарарына асас. Қазір көріп тұрған жолыңыз Д-232, яғни Нөкіс Қожелі автомобиль жолы. Қазіргі күнде ірі реконструкция оңлау жұмысы алып барып жатыр. Қазір көріп тұрған километріміз 6-8 километр аралығы, яғни қазіргі күнде 4 километр, 10 километр аралығында істелінеді жұмыстар. Қазір көріп тұрғаныңыздай бұл жолға 10 техника, 20 ішіміз бар. Бұл реконструкция жұмыстарын өткен жыл бастап едік. Қазір көріп тұрғаныңыздай май айына жұмақлау ниетіміз бар. Хәмде жол қарекетін алдын алу, автотранспорттың қолайлықтығы мәселесінде бұрын 4 полосалы еді. Қазіргі күнде 6 полосалы қосымша полосаларды қойып істеп жатырмыз. Маулымат орында Қарақалпақстан Республикасы аймақларында ұлыма 12 000 километрден астам жол болып, сондан 4254 километрі пайдаланудағы автомобиль жоллары, 8128-і ішкі жоллар есептелінеді. Бүгінгі күнде тарау қызметкерлері тарапынан аймақлардың ішкі жолларын жаңадан реконструкция істеу үшін 3 орында құрылыс жұмыстары алып барылмақта. Құрметті президентіміздің 2024 жыл 24 декабрь күнгі 2025-2027 жылдарда республикамыздың социалық һәм істеп шығару инфраструктурасын рауажландыру іс-шаралары турасындағы ПК-454 салы қарарына тикарланып, Қарақалпақстан Республикасындағы ұлыма пайдалану автомобиль жолдарында 3 объектте реконструкция қылу жұмыстарын әмелге асыру белгіленген. Сол объектілердің біреуі азыр тұрған автомобиль жолымыз Д-232 автомобиль жолы болып, реконструкция қылынатын участка 0-11 километр аралығы болып есептелінеді. Сонда азыр 7-8 километр аралығында тұрпыз. Аз көріп тұрғаныңыздай ісі қапламалы асфальтобетон жатқызу жұмыстары әмелге асырылмақта. Бұл объекттің бағасы жамы 47-9 миллиард сом болып есептелінеді. Бүгінгі күнде объектте жұмыс қызғын пәтте давам етпекте. 2025 жылдың бірінші ярым жылдығында пайдалануға тапсыру режелестірілген. Сондай-ақ осы қарарда Қарақалпақстан Республикасындағы ұлыма пайдалану автомобиль жолдарында 3 объектте реконструкция жұмыстарын әмелге асыру белгіленген, яғни А380 автомобиль жолының 698-753 километр аралығында 8-ші этап деп айтамыз, 698 һәм 723 километр аралығында азыр 25 километрінде реконструкция жұмыстары әмелге асырылмақта. Бұдан тысқары 4-176 деп айтыламыз, Д-234 автомобиль жолы Нөкіс қаласынан өткен аймағы, яғни бұл азыр Нөкіс қаласы ескі Айдын жол базардан бастап тұрып, Құтлық қоныс макам құралар жиыны аймағына өтуші бөліктері болып есептелінеді. Әлбетте жоллардың реконструкция ісленуі ең дәслеп автотранспортлардың харекет қауіпсіздігін тәмінлейді. Жоллардың саны һәм сапасы тек қана аймақлардың абадалығын көрсетіп қалмастан, ал бүткіл мемлекеттің рауажлану дәрежесін алға ілгерілеуде ахметлі жойбарлардың бірі болып қызмет етеді.